Армысыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сабақта домбыраны дұрыс құлағын келтіруді үйренеміз. Домбырада екі түрлі бұрау түрі бар. Біреуі теріс бұрау, екіншісі оң бұрау. Көптеген әндер мен күйлер оң бұрауда бұралады. Бүгін біз сабақта оң бұрауға келтіріп үйренеміз. Бірінші кезекте домбырамызды қолымызға алып, бас бармағымыздың жұмсақ жерімен астыңғы шектің дыбысын тыңдаймыз. Ал енді үстіңгі шектің 5-ші пернесін басып, бас бармағымызбен сол 5-ші перненің дыбысын тыңдаймыз. Былай қарап тұрсақ, екі шектің дыбысы бірдей емес болып тұр. Осы екі дыбыс бірдей болса, ол оң бұрауда деген сөз. Оны қазір біз бірге келтіріп көрейік. Міне, қазір үстіңгі шектің 5-ші пернесі мен астыңғы шектің ашық шегі бірдей болып тұр. Оқушылар, жаңағы сізге құлақ келтіруі түсініксіз болған болса, сіздер ұялы телефондарыңызды қолдарыңызға алып, Play Market немесе App Store парақшасы арқылы Guitar Tuner программасын жүктеп алсаңыздар болады. Егер де сіздер ол программаны таппай жатсаңыздар, біз осы видеоның астына сол программаға сілтеме қоямыз. Егер де сіздер осы программаны жүктеп алған болсаңыздар, Guitar Tuner программасын ашып, мына жерде тұрған G әрпіне басамыз. Міне мен бастым. Енді жаңағыдай бас бармақтың жұмсақ жерімен астыңғы шекті қағамыз. Қазір менде -12 көрсетіп тұр, яғни әлде де тарту керек. Осылай мен астыңғы шекті келтірдім. Ендігі кезекте үстіңгі шекті келтіру үшін мына жақта D әрпіне басамын. Дәл солай үстіңгі шекке қағамыз. Жетпей тұр. Осылай мен Guitar Tuner программасы арқылы домбырамды оң бұрауға келтірдім.